білейік. Менің сіздерге бүгінгі көрсеткелі отырғаным қытайский бес скоросты мотоциклдердің корпусындағы шестерналары. Мынау бес скоросқа айналдырып түсіріп тұратын балы. Мынау сол балдың арқасында жоғары төмен жылжып скоростарды шестерналарды өзгертіп скоростқа түсіріп тұратын вилкалары. Негізгі бес скоростағы мотоциклдің бойындағы шестерналары осы екі балдың бойына орналасады. Мынау артқы балы. Бұндағы біріншісі перродадағы шестернаға бекиді, екіншісі бірінші скоростың шестернасы. Мынауымыз бірінші скоростқа әрі төртінші скоростқа лақтырып береді, өзі үшінші скоростың рөлін ойнайды. Мынауымыз төртінші скоростың шестернасы. Мынауымыз бесінші скоростың шестернасы әрі екінші скоростқа лақтырып береді. Ал мына жеткіміз ол екінші скоростың шестернасы. Бұл артқы бал сырттағы кішкене звездкаға шығып тұрады, цепті айналдыратын. Мен сіздерге сол жағынан бастап бір-бірден шешіп көрсетейін. Мынауымыз шайбымыз, екінші скоростың шестернасы. Мынауымыз екінші скоростқа лақтырып береді, өзі бесінші скоростың рөлін атқарады. Мынауымыз төртінші скоростың шестернасы, бұл балға стопормен бекіп тұр. Ал мына жағынан шайбымыз. Перродадағы үлкен шестернаға орнаған шестернамыз. Шестернаның фотокасы. Тағы да шайба. Бұл негізде шайбалары үлкен кішілігіне байланысты, қалың жұқалығына байланысты нөмірмен белгіленіп тұрады. Мынауымыз бірінші скоростың шестернасы. Мынауымыз фотокасы. Тағы да шайба. Мынау бірінші скоростқа лақтырып, және төртінші скоростқа лақтырып береді. Өзі үшінші скоростың рөлін атқарады. Мынау алдыңғы балымыз. Мынау перродадағы бал. Мынау бірінші скоростың шестернасы. Мынау төртінші скоростың. Мынау үшінші скоростың. Мынау үшінші скоростқа және бесінші скоростқа лақтырып береді, өзі төртінші скоростың рөлін ойнайды. Мынауымыз бесінші скоростыңқы, мынауымыз шетіндегі екінші скоростың шестернасы. Сол жағынан бастап сіздерге көрсетейін. Шайба, екінші скоростың шестернасы. Мынауымыз бесінші скоростың шестернасы. Мынауымыз түсті шайба. Ал мынауымыз бесінші скоростқа және үшінші скоростқа лақтырып береді, өзі төртінші скоростың рөлін атқаратын шестернамыз. Бұл стопормен бекіп тұр. Ал мына жағынан перродадағы негізгі үлкен шестерна өзінің фотокаларымен. Одан кейін тағы жұқа шайба. Мынауымыз бірінші скоростыңқы, мынауымыз төртінші скоростың шестернасы. Бұл да балға фотокамен стопормен орнап тұрады. Бұл бес скоросты қытайский мотоциклдердің шестернасы. Ал сіздерге